Сәлем достар, бүгінгі сабағымыздың тақырыбы көмірсулар, олардың жіктелуі, қызметі мен қасиеттері. Ең бірінші көмірсу дегеніміз не? Көмірсу деп отырғанымыз бұл көміртек, сутек және оттек атомдарынан құралған органикалық зат. Ал өздеріңіз білетіндей органикалық затқа көмірсудан бөлек нәруыздар, майлар және нуклеин қышқылдары кіреді. Ол туралы біз кейінірек айтамыз. Ең бірінші көмірсуға келетін болсақ, көмірсулар олар үшке жіктеледі. Моносахаридтер, дисахаридтер және полисахаридтер. Моносахаридтер деп отырғанымыз бұлар кемінде 3 көміртек атомнан тұру қажет. Түсінікті ғой? Яғни бұлар 3 көміртек атомнан тұрса, бұлар бізде триоза, төртеуінен тетроза, бесеуінен пентоза, алтауының гексоза секілді атаулары бар. Моносахаридтерге қарапайым мысал келтіретін болсақ, бұлар глюкоза, фруктоза, рибоза, дезоксирибоза, галактоза секілді мысал келтіруімізге болады. Келесі дисахаридтер. Дисахаридтер деп отырғанымыз бұлар 2 моносахаридтен құралған көмірсу болып есептеледі. Мысалы, сахароза, мальтоза, лактоза секілді заттар. Егер де сахарозаның химиялық формуласын алатын болсақ, бұның өзі бізде 2 моносахаридтен құралған. Бұл глюкозаның қалдығынан және фруктозаның қалдығынан. Яғни 2 моносахарид болғандықтан бұл бізде дисахарид деп аталады. Егер де 2 немесе одан көп 10-ға дейінгі аралықты қамтыса, бұл бізде олигосахарид деп аталады. Яғни 2 мен 10-ның аралығындағысы олигосахарид, ал сол аралықтың ішінде именно тек 2-ге ғана қатысты болса, ол бізде дисахарид деп аталады. Үшіншісі ол бізде полисахаридтер. Полисахаридтер деп отырғанымыз бұл кемінде 10-нан асу қажет. Яғни 10-нан асатын болса, бұл бізде полисахаридтердің қатарына жататын көмірсу болып есептеледі. Мысалы, целлюлоза, крахмал, хитин, гликоген секілді заттарды айтуымызға болады. Крахмалдың формуласына назар аударсақ, сіздерде өте қысқаша түрде жазылған, бірақ бір назар аударатын нәрсе, бұл екі жағында көп нүкте қойылған. Бұл көп нүкте біздерде бұл формуласы тізбегі ұзын дегенді білдіреді. Яғни 10-нан аса көп болғандықтан бізде ол полисахарид деп аталады. Келесі сабақта біздер осы көмірсулардың қызметтеріне және қасиеттеріне тоқталатын боламыз. Одан әрі осы көмірсуларды тағамда анықтаудың жаңағы зертханалық жұмысын орындайтын боламыз. Әрине бұл зертханалық жұмыс бізде виртуалды түрде жүзеге асатын болады. Келесі сабақтарды күтіңіздер. Құрметті оқушылар, қандай да бір қателіктер болса, немесе ұсыныстарыңыз болса, менің жеке парақшама жазып кеңес берулеріңізге болады.